не істеп тұр бір орында қимылдамай тұр кәдімгі житель дейтін. Шайзи, далаға шықшы, бол тезірек. Кәз шығам. Ой, кім келдік не осы жителерді келе өретін болды вообще бар ғой. Ассаламалейкум. Уағалейкум ассалам, қош келдіңіз. Қош келдіңіз дегенде сіздерге не керек? Чо полиция көлікпен келген сіздер вообще түсінбедім мен. Чо не ватыр полицияға? Не чо там, не зат, не жаңалық, не болды? Не болды дегенде Шайзи, бізге сенің көмегің керек. Қандай көмек? Айта беріңіздер. Короче дейтін, яғни Шайзи тыңдар. Общем дейтін, яғни сендердің ауылдарына бір житель дейтін қашып кеткен, яғни ол бүкіл әлемдегі Майнкрафттағы, яғни барлық измұрттарды ұрлаған ойлашы, яғни енді сол қашып кетті. Егер оны біз ұстамайтын болсақ, яғни ол дейтін не болатын білесің ба? Ол қанша ақша тауып, құрал тауып бізді әлемде жою мүмкін. Сол үшін оны тезірек табу қажет. Ол шахтаға түсіп кетті деген хабар келді. Енді оны таппайсыңдар ма? Енді мен не дейін кетіп тұр енді? Мен бірден істеуім керек па не сонда? Жынысы ма? Не дегенде сен сол жаққа сен түсесің шахтаға. Өйткені сен бұл Майнкрафттағы тек қана сен ғана ойыншысың. Сол үшін енді сенің көмегің керек бізге. Майнкрафт осы мінерді жойып жіберейін деп отыр ма? Сонда ол житель? Енді бізге сол көмек керек енді. Мал қазір келем бірмейді. Йоу, ассаламалейкум достар, қалдарың қалай? Сендермен бүгін мен Шайзи, мен жаңа видеома қош келдіңдер. Достар, бүгін біз дейтін өздерің естіген шығарсыздар, қазір не отқансыздар, яғни біздің менің үйіме, яғни полицейлерге көмек сұрауға келіп тұр. Өйткені не отқан өздерің естіген шығарсыңдар, мақсар қазір қайтадан айтайық енді. Все мен ойлаймын, сендер қазір көлік отырып барамыз, бұл дейтін осы жерлерде ма, әлде қайда ол? Ол қайда дегенде сен қазір көлікке отырасың, біз өзіміз алып барамыз ғой. Все, түсіндім. Қазір мен қару жарақтарымды алып шығайын, бірмейді. Давай, ала салайын, давай, яблоко алайын, тамақ алайын, все. Осының бәрі жетеді өлем, сұра маған, все, кетік па болды? Мен дейтін, сендер көмектесуге дайын болды, кетік па? Болды, қазір отыра бер көлікке. Все, қазір, все, кетік. Достар, егер сендерге менің арнамдағы видеолар ұнап жүрсе, онда менің арнама подписаться етіп кетіңдер. Ана жерде қызыл кнопка тұрады, соны сұрған алдырып кетіңдер, және де қасындағыны колокольчикті все қойып кетіңдер. Өйткені жаңа шыққан видеоларымды сендер жібере алмайтын боласыңдар. Және де бәріңе рахмет, тезірек 2000 подписчикке жеттік. Бәріңе рахмет, ендеше видеоны ары қарай көріп беріңіздер. Қысқасы, осы жер ғой, общем. Осы жер дегенде короче, наш шахтаның ішінде ма? Сонда егер біз оны сонда кәдімгідей егер оны құтқара алмай қалсақ, құтқара алмай деген яғни оны тоқтата алмай қалсақ, онда сонда не болады? Соның қызық болып тұр маған. Қысқасы, Шайзи, олай айтпашы, бірақ тыңда, егер ол яғни қашып кететін болса, не болатын білесің ба? Бүкіл әлемде жарып жібереді. Яғни Майнкрафтта осы мерді жоғалтып жіберу мүмкін. Ал сен біздің ең соңғы мүмкіндігімізсің. Сол үшін сен бізге көмектесесің деген ойдамын. Әрине тезірек тырысамын енді. Бірақ мен айта алмаймын. Енді осы алмазный факел, мынаның барлық осылардың көмектесе болды енді маған дейтін. Маған бәрібір ғой, өзім менің ойыншым деген сияқты мен әрине көмектесем. Достар, в общем дейтін достар, біз дейтін яғни жителдің келген жайына келіп қараңдаршы, осы жерде яғни жител жасырынып жүр екен. Егер өздерің қазір мынау полицейский айтқандай, яғни сендер естіген шығарсыздар, не болатын егер біз яғни осы жителді ұстамасақ. Қысқасы сұрайында мен ұстауға барынша тырысамын, все. Бірақ мен оны қайдан білемін оның жител екендігін? Ол қысқасы тыңда, яғни бізге мынандай ақпарат келіп түсті. Яғни ол дейтін өзіне, яғни осы не дейтін еді, арсиданмен өзінің қоршап алған. Сен оны сындырып ішіне кіруің керек, және де оны дейтін яғни ұстап бізге алып келуің керек. Білмейміз, қысқасы солай істеуің керек. Егер алып келмасаң, бұл біздің соңғы мүмкіндігіміз, және де осы әлемнен қоштаса беруге де болады. Түсінікті. Достар, сендер егер мен жителді ұстағанымды қалайтын болсаңдар, сразу лайк басып кетіңдер. Және егер сендер менің арнама бірінші рет кіріп отқан болсаңдар, лайк басуын ұмытпаңыздар. Мақұл, онда мен жаймен шахтаға түсетін боламын. Шайзи, өтініш, оны ұсташы, мен бұл әлемде жоғалып кеткенін қаламаймын. Табам. Таба алына жақтан барлық лава болып отыр ғой, вообще дейтін бар ғой. Жаймен сөйрек. Мынау дейтін нормально, все. Ана жақта жарық түсіп тұр ма? Жаққа? Чего? Ана жаққа жарық түсіп тұр кәдімгі. Давай, жаба салайық, лаваның, все, қазір кеткенін қалайтын көтетін боламыз. Мынау жаймен кетіп отыр екен, все, кетіп отыр екен. Қазір біз жител іздейтін боламыз, жаймен түсеміз. Мен не істедім? Топас сияқты, все, болды, жанып жатырмыз. Мен қардыршы, жанып жатырмын, все. Енді біз мына жаққа қарай түсіміз. Былай ала аламыз, все, сындыратын боламыз.
вот достар ана жерде бірдеңе жанып тұр. Қараңдар достар. Факел екен ғой да, ана жақта біреу болған ғой явно да. Достар, менің ойымша явно біреу болған сияқты. Сендер қалай ойлайсыңдар? Сразу жазып кетіңдер комментарияға достар. Мынау не руда? Ойбай, шошып жүрдің ғой адамды. Ишак достар, кетіңдерші. Достар, мынау чего за руда вообще? Достар, қараңдар. Немене руда мынау? Осколок, порт, бірдеңе дейді. Мақұл, мына жақ дейтін. Чего? Мына жақ тупик қой вообще дейтін. Мына жақ мынау достар, мынау вообще түсінген жоқ. Мынау чего за, яғни мынау чего достар? Не понял. Мына жақта тағы да жері бар ма? Давайте астын қарай түсейік достар. Түсейік. Чего за мынаусы несі? Чего достар? Мен түсінген жоқпын әлі. Мақұл достар. Жеймен түсейміз. Міне достар, вот қараңдар. Вот бізді білмей қалу керек. Кіруге бола ма? Жоқ болмайды да. Достар, яғни осы жақта, яғни қазір біздің баяғы жедел жасырынып жатыр. Мен жай сөйлейін, сұрайды біздің есі қойып мүмкін достар. Қысқасын қандай, яғни осы жақта біздің жедел жатыр, яғни или білмеймін не істеп жатқанын, бірақ яғни жеделді осының ішіне өткен сұра мен қайдан білді деп жатсаңдар, яғни олардың яғни полицейский айтты, баяғы бізге ақпарат келіп түсті, ол яғни апсиданың артында деп. Біз мына жаймен сындырайық, ол не істеп жатқанын білмеймін, бірақ бізді білмей қалу керек деп айтты. Шеттен сындырайық. Шеттен тезірек сындырайық мынаны сыра. Давай сынсаш тезірек, немене бәлесін, сынбайтын. Давай бол тезірек. Сыра біз азғанды. Еба. Достар, сендерді көріндер ма ананы? Немене бәле анау, айбы сыра. Бірақ ана жақтың барлығы измұртып жатыр. Манау. Өліп қалған сияқты. Осы шетелді. Шетел. Достар, менің ойымша, яғни ол жетел, яғни осы жерде қайтыс болған сияқты. Әрине достар, енді біз қуанышқа қарай, яғни енді бұл әлемді жоғалта алмайды. Достар, жерден немене білем мынау. Мынандай, достар, мынау алкаш болып бірдеңке ғой вообще да. Мынаусы несі сыра. Давайте достар, қазір санақтың ішіндегі бар заттарды алып, мен оларды полицейға солғаларға алып барып беруім қажет. Мына жерде немене киркалары мынау дейтін, вообще радужный дейді. Шетелге не керегі бар бұлардың? Бақсыра, қараңдар. Қанша дейді? 16 урон дейді. Бұны біздің бақсыра. Короче, өздерің көрген шығарсыңдар да. Қазір тұр біз енді сырнаны, яғни енді полицейлерге, яғни осы жеделдің өлігін айтатын боламыз. Әрі қарай кетіп біз дейтін. Все, тезірек шығып кетейік. Мына жерден тұр, мен қорқып тұрмын, өйткені сұраның көзі өте ақ болып тұр. Кәдімгі сұра, сол үшін мен қорқып тұрмын. Сразу өзімнің, яғни жеделдер кімдерге бару керек, полицейлерге тезірек айту керек. Оларға кстати, мақсар қазір біз бірінші барып алайық. Мына жерде біз 13 изумруд бар тұр, ойлаңдаршы. Все, төбеге шығамыз тезірек. Төбеге қарай шығамыз. Давай сындырамыз. Все болды. Қайда? Все. Что там? Жителді таптың ба? Не болды, шайзи? Жителді таптың ба дегенде қысқасы мынандай ғой. Яғни ол жерде жителді таптың, бірақ ол өліп жатыр екен. Әрине өкінішке орай оны ұстай алмадық, бірақ ол өліп жатыр екен. Қалай өліп жатады? Ол кезде ода порталы бар еді ғой, портал кәдімгі. Қандай портал тағы? Тоқташы, сен дейтін олардың осылай сандық бар, бірдеңке бар ма? Қарадың ба? Қарадым, және де ол жердегі заттарды алдым мен дейтін. Кәні, не заттар бар, айтшы тезірек. Қазір айтам. Ол жерде дейтін андай киімдер бар, то есть андай футболка бар, андай типа осындай заттар бар ғой, дейтін андай киетін андай осындай заттар бар. Бұл түсікті, наның барлығы измұрттан жасалған ғой, да? Білмеймін мен, сондай шығар. Кстати, тоқта. Сол жерде 10 қанша измұрт бар ма? Сол жерде измұрттар бар ма? 13 пен 14 измұрт бар ма? Оны сен қайдан білдің? Ешо дейтін, ол жерде от жағатын бар ғой, да? Ол да бар. Болды, түсінікті. Давай тезірек шешеді, сен портал соқ. Яғни оны біз құтқарамыз керек, тез портал соқ. Портал? Мынадан ба? Измұрттан? Тезірек бол. Мақыл. Чоза қуама қаяқтың малсырықта соға берік тұсыра. Бұлай, бұлайнан шығамыз. Бұлай, сосын бұлайнан, бұлай, мынаны басу. Чего достар? Сендер көріп тұрсыңдар ма? Крик неған?
достар магазин загрузка болып отыр. Чё за жедел нені жасырған, сонда мен түсінбедім. Чего? Мен Чего, достар? Сендер көріп тұрсыңдар мананы? Чего, достар? Мынау сендер жақта дым жоқ қой вообще дейтін. Ай, соны жақта дым жоқ вообще. Достар, давайте мына жерге шығып кетсек, мына жерде позиция, яғни осы өмірді, яғни біздің өмірімізді, қысқаша, яғни біздің Майнкрафттағы мирді дәл өйстіп жіберейін дегісі келген достар, яғни осы жеделдің менің ойымша сыр өйткені қараңдаршы, мына жерде дым жоқ, мына бедрок өздерің білесіңіз, сынбайтын бедрок енді дейтін. Қайта өзімізге әлемімізге қайтайықсыздар, иә. Сөз достар, біз барлық яғни жительдің құпиясын ашқан болатынбыз, және де айбай мен өлдім ғой сыр вообще. Мақсар, бүгін біз осымен видеомыз аяқтаймыз. Сендер егер бүгін видеоны ұнаған болса, лайк басып қойып ұмытпаңыздар, және осы жерде бір видео шығады, сол видеоны қарап кетіңіздер. Ендеше бәріңе рахмет. Кім видеоның соңына дейін көрді, мен көрдім, жазып кеттіңдер. Ендеше салыңыздар, иә.